Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен бірге дәмі тіл үйірер өте дәмді болып шығатын ерекше тағамның рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайктарыңызды аямай кетіңіздер. Каналымда жаңадан болсаңыз, міндетті түрде дәл осы қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Сол кезде менің жаңа видеоларым сізге ашылатын болады. Ең алдымен жұмысымызды қамыр илеуден бастайтын боламыз. Жылы суға бір жұмыртқа саламыз. Жұмыртқа біздің қамырымыз суда езіліп кетпес үшін міндетті түрде қосыңыздар. Және де тұзын салып жақсылап араластырып аламыз. Содан соң барып көрсетілген мөлшерде ұнымызды салып, орташа қатты қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз біркелкі тынық болу үшін 1-2 қолымызбен жақсылап араластырып, арада 10 минуттай тындырып, тағы да жақсылап қолымызбен араластырсақ, қамыр біркелкі өте әдемі болып шығатын болады. Содан соң бетін жауып, 10-15 минуттай тындырып қоятын боламыз. Бұл қамырымыз тынғанға дейін біз салмасын дайындап алатын боламыз. Бізге кәдімгі барлығымыз білетін мантының салмасы сияқты жасайтын боламыз. Ет, орташа майлы етменде. Содан соң пияз салатын боламыз. Пиязы көбірек салынады етке қарағанда. Содан соң тұз, қара бұрыш, өз қалауыңызға қарай дәмдеуіштер қосуларыңызға болады. Жақсылап араластырып қоямыз. Ендеше тынған қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Қамырымыз аса қатты жұқа болуы қажет емес. Тынып тұрған қамырымыз біркелкі жеңіл жайылатын болғандықтан аса қатты жұқа жайып жібермейміз. 5 бармақтан қалыңдау етіп жаятын боламыз. Барлығымыз білетін мантыны түйген сияқты қамыр жаятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта болуы қажет. Арғы беті онша қатты білініп тұрған жоқ қамырдың. Содан соң осылай стаканмен не болмаса қамырды кесуге арналған арнайы осылай шеңбердегі ыдыстармен кесіп алатын боламыз қамырымызды. Мінекей дәл осылай кесілуі қажет. Сіздерге түсінікті болу үшін дәл осылай қамырдың жіңішкелігін көрсетіп өттім. 5 бармаққа жайылатын қамырдан аздап қалыңдау болады. Қамырымыз аса қатты жұқа болып кетсе, біздің қамырымыз езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті аса қатты жұқа жаймаңыздар. Бұдан да қалыңдау болса да болады. Барлығын біркелкі кесіп алған соң, барлығын бір жерге жинап қоямыз, бір-бірінің үстіне, себебі қамырымыз кеуіп қалуы мүмкін. Ауада сол себепті бір-бірінің үстіне жинап қойыңыздар. Дәл осы көріністе салмасын салып, түйіп алатын боламыз. Түйу жолын сіздерге түсінікті етіп көрсетуге тырыстым. Тағамымыздың көрінісі ерекше болу үшін дәл осылай түйуге кеңес беремін. Ерекше тәбетті ашатындай көріністе болатын болады. Өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай қамырдың екі жағын бүгіп отыру арқылы түйетін боламыз. Салмасына қалауыңызға қарай құйрық май қоссаңыздар да болады. Егер еттеріңіз майлы болатын болса, аса қатты көп май қосу қажет емес. Қалауыңызға қарай өздеріңіз ұнатқан мантыны жасайтын салманы жасай берулеріңізге болады. Тәбетіңізге қарай дәл осы мантының ішіне жусай не болмаса басқа да шпинат, көкөністерін қосып жасауларыңызға да болады. Ол кезде де дәмі өте ерекше дәмді болып шығатын болады. Мінекей барлық мантыларымызды осылай түйіп алдық. Осылай кіші көлемде болуы қажет. Ендеше тағамымыздың сайын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге көрсетілген мөлшерде қызып тұрған майға етімізді салып қуыратын боламыз. Майымызды жоғары отта қыздырып алған болуымыз қажет. Етімізді бірден салып, қызыл түске енгенге дейін 1-2 араластырамыз. Содан соң барып, етіміз жұмсақ болып пісу үшін міндетті түрде 2 ас қасықтай соя тұздығын қосатын боламыз. Бұл біздің етіміз жұмсақ болып, ауызда еріп кетуі үшін көмектесетін болады. Соямызды құйғаннан соң бірден етіміздің суы шығып бастайтын болады. Көріп тұрғандарыңыздай аздап майы көбейген сияқты болады. Содан соң қазанымыздың бетін жауып, отымызды баяу отта 10 минуттай бұқтырып пісіретін боламыз. 5 минуттан соң ашып, етімізді бір араластырып қоямыз. Дәл осылай көбіршіктеніп, суы шығып тұратын болады. Етіміздің дәл осы өзінің суымен бірге етіміз жұмсақ болып пісетін болады. Бір араластырып, тағы да бетін жауып 5 минуттай бұқтыратын боламыз. Міндетті түрде баяу отта бұқтыратын боласыздар. Содан соң барып, етімізді ашып, тағы да жоғары отқа қоямыз. Содан соң суы тартылғанға дейін жоғары отта қуырамыз. Етіміздің суы тартылған кезде, міне дәл осы көріністе болады. Ешқандай көбіршіксіз, артық сулардың барлығы кеткен кезде артынан селдер салатын боламыз. Селдер еменде мұздатылған күйінде, сол себепті бірден ұсақтап турамай салдым. Және де ұсақталған сарымсақ не болмаса тюркадан өткізіп салсаңыздар болады. Және де ірі көлемде туралған пияз салатын боламыз. Пиязды аса қатты көп қормаймыз, 1-2 араластырып жібереміз. Пиязымыз біздің тағамымызда аса қатты ірі көлемде
білініп тұруы қажет. Сол кезде дәмі өте ерекше болады. Көріп тұрғандарыңыздай пиязымыз кішкене қуырылғаннан соң помидор салатын боламыз. Және де томат пастасын салатын боламыз. Помидор үйде болмаған жағдайда салмай қойсаңыздар да болады, тек қана томатпен жасай беруге де болады. Жақсылап бір араластырамыз. Қызанағымыз бен томатымызды 1-2 минуттай қуыратын боламыз. Ендеше орташа ірі көлемде турап алынған қызыл және жасыл болгар бұрыштарын салып, тағы да 2-3 минуттай қуыратын боламыз. Барлығын жоғары отта қуырасыздар, тек қана етімізді баяу отта жұмсақ пісу үшін бұқтырып алдық. Қалған барлығын жоғары отта қуырасыздар. Тамағымыздың тұзын дұрыстап алатын боламыз. Тәбетіңізге қарай тұз саласыз және қара бұрыш салуларыңызға болады. Осы суретте көрсетіп өтілген дәмдеуішті қоссаңыздар, өте дәмді болып шығады. Аты бадьян деп аталады. Барлық базарларда сатылады, супермаркеттерде, бірақ мен көрген жоқпын өзім. Бадьянның тек қана бірақ шағын қосатын боламыз. Барлығын қосуға болмайды. Содан соң көрсетілген мөлшерде суын қосасыздар. Аздап бетіне аздап қана шығып тұрса жеткілікті. Ендеше түйіп алған мантыларымызда суы бір қайнап шыққаннан соң, тұзын дұрыстап алғаннан соң бетіне осылай теріп шығатын боламыз. Ескере кететін жайт, мантыларды араластырмай, тек қана бетіне осылай теру арқылы пісіретін боламыз. Қалауыңызға қарай мантыларды бөлек пісіріп алуға да болады. Мен бетіне біразын осылай теріп алдым, содан соң артып қалғандарын барлығын мантываркаға салып пісірдім. Және де тамағымызды ұсынатын кезде бір суына батырып алып, содан соң ыдысымызға тартуларыңызға болады. Барлығын біркелкі теріп алғаннан соң бетін жауған күйде баяу отта 30 минуттай пісіретін боламыз. Мантыларымыз өте жылдам пісіп шығады. Аса қатты көп, қатты жоғары отта қайнатуға болмайды, себебі қамырлары езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті баяу отта бетін жауып 20-30 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің ауызашарға әзірлеген ерекше тағамымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай мантылары езілмей өте әдемі болып, тәбетті ашатындай болып пісіп шықты. Ендеше ыдыстарымызға салып, және де тамағымыздың суында сүзетін боламыз. Дәл осылай суымен өте дәмді әрі тәбетті ашатындай болып көрінеді. Ендеше тамағымыздың бетіне көкөністерді қалауыңызға қарай сеусеңіздер болады. Және де айта кететін ең маңызды, ең дәмді ететін тағамымыздың бір маңызды жері ол кунжут. Ақ кунжутты барлық супермаркеттерде сатылады. Қызып тұрған табада 5 минуттай қызарғанша қуырып аласыздар. Содан соң дәл осылай тағамымыздың бетіне көкөністермен және кунжутты сеуіп ұсынатын боласыздар. Кунжуттың дәмі бұл тағамға өте ерекше дәм береді. Міндетті түрде кунжутпен ұсыныңыздар. Сіздерге менің жасаған рецептім ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңызды аямай, төменде өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Менің жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін міндетті түрде осы қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Ұстаған оразаларыңыз, ниеттеріңіз қабыл болсын.